Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 28-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде 2 әдіспен қуырылған балық, ұзақ уақыт бойы жұп-жұмсақ болып тұратын пәтір нан, он 15 минутта дайын болатын және ерекше әрі дәмі тіл үйіретін себет салаты. Сіздерге бүгінгі ас мәзірі қызықты әрі пайдалы болады деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен балықты жуып тазалап аламыз. Менде барлығы 5 кг болатын 4 балық. Балықтарды тазалап жуып болған соң, осындай бөліктерге бөліп тұздап шығамыз. Балықтарды тұздап жатқан кезде, осылай ішкі бөліктеріне де тұз тиюі керек. Мен 5 кг балыққа 1,5 ас қасық ас тұзын қолдандым. Балықтардың әрқайсысын тұздап болған соң, бүкілін бірге тағы да бір рет араластыру керек. Содан соң тұз балықтарға жақсылап сіңу үшін 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Осы уақыт аралығында пәтір нанды пісірейік. Бос ыдысқа 400 мл ыстық сүт құямыз. 2 ас қасық қант және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. 1,5 шай қасық ашытқы саламыз. Ашытқыны сүтпен аздап қана араластырамыз. Ашытқыны салған кезде сүт жылы болуы керек. Ыдыстың бетін жауып, 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің ашытқымыз сүттің бетіне көтеріліп, осылай көпіршіктеніп тұруы керек. Содан соң 120 грамм ертілген сармай құямыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды қаншалықты жұмсақ етіп илесеңіз, наныңыз да соншалықты жұп-жұмсақ болып піседі. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз да дайын. Енді осы қамырды 8 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір қамырды видеода көрсетілгендей етіп бетін безендіріп шығамыз. Содан соң нанның ортасын шаншқының көмегімен кесіп шығамыз. Нанның шетін видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Нанды барынша тезірек безендіріңіз. Себебі беті кеуіп қалуы мүмкін. Кесілген бөліктерді осы видеода көрсетілгендей етіп жабыстырып шығамыз. Содан соң нанның бетіне сүт жағамыз. Жұмыртқа немесе айран жағуға болмайды. Нанның бетіне сүтті жақсылап жағып болған соң, ең соңында осылай күнжітпен безендіріп шығамыз. Күнжіт нанның бетінде жақсы жабысып тұруы үшін тағы да аздап қана сүт жағамыз. Дайын болған нандарды 160 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Бізде осындай өте әдемі, ерекше, күнжіттің иісі шығып тұратын ып-ыстық нандар пісті. Дәл осы нанды сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал енді балық қуырамыз.
Және де мен балықпен бірге қуыратын картопты алдын ала дайындап қойдым. Айтып өткенімдей, мен бүгін сіздерге балық қуырудың екі түрлі әдісін көрсететін боламын. Бірінші әдіс, балықтарды малып алуға бұламық дайындаймыз. Ыдысқа 4 ас қасық ұн саламыз. 1 жұмыртқа және қасықтың ұшында тұз саламыз. Шанышқымен араластыра отырып 200 мл су құямыз. Ал екінші әдіс, жай ғана қарапайым ұнға балықтарды аунатып аламыз. Қазанды отқа қойып, май құйып қыздырамыз. Май қызыған соң, жаңағы дайындап қойған бұламыққа балықты малып аламыз. Содан соң қызыған майға салып қуырамыз. Қазанның асты орташа градуста тұруы керек. Ең жоғары градусқа қоятын болсаңыз, балықтар арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін, және де күйіп қалуы да мүмкін. Егер балықтарды осындай әдіспен қуыратын болсаңыз, сіздің майыңыз тап-таза болып тұрады. Және де балық қуырып жатқанда, осындай турап дайындап қойған картоптарымызды шет-шетіне салып, балықпен бірге қосып қуырып аламыз. Балықтардың әрбір жағын 15 минуттан қуырамыз. 15 минут уақыт өткен соң, келесі жағын аударып, тағы 15 минут қуыру керек. Сонда балықтарыңыз толық пісетін болады. Біздің балықтарымыз да пісті. Енді осыны майдан сүзіп аламыз. Балықтарды майдан алған соң, осындай астында қағаз төселген ыдысқа салу керек. Қағаз балықтың бойындағы артық майлардың барлығын өзіне сіңдіріп алады. Ал енді екінші әдісті көрсететін болсам. Бұл өте қарапайым әдіс, яғни жай ғана ұнға балықтарды малып пісіреміз. Осы әдіспен пісіретін болсаңыз, балықтарыңыз алтын түсті әдемі болып пісетін болады. Бірақ май қарайып кетеді. Балықтардың барлығын қуырып болған соң, себет салатын жасаймыз. Бізге қажетті заттар: 1 лаваш, тауық еті, сыр, пекинская капуста, қияр, қызанақ, укроп, 1 жұмыртқа және тұз. Пекинская капустаның орнына салат жапырағын қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен 1 үлкен лавашты ортасынан бөліп, 1 бөлігін осылай шыны ыдысқа саламыз. Лаваштың түбіне аздап жұмыртқа жағамыз. Содан соң келесі лавашты қойып, ең үстіне осындай кесені салып қоямыз. Духовканы 150 градуста қыздырып, лавашты 15 минутқа салып қатырамыз. Осы уақыт аралығында ішіне салатын салатты дайындаймыз. 2 қияр және 100 грамм сырды үткіштен өткіземіз. 100 грамм қайнатылған тауық етін осылай қолмен бөлшектеп саламыз. Содан соң пекинская капустаны да осылай қолмен бөлшектеп салуға болады. Бір қызанақты 4 бұрышты етіп тураймыз. Және де укропты да турап салатқа саламыз. Шай қасықтың ұшында тұз және 2-3 ас қасық
зәйтүн майын құямыз. Тұзды көп салмаңыз, себебі сырдың құрамында тұз болады. Салатты жақсылап араластырамыз. Біздің лаваштан жасалған себетіміз де дайын. Себетке дайындап қойған салатты саламыз. Салаттың бетіне грек жаңғағын себіп шығамыз. Біздің салатымыз да дайын. Біздің бүгінгі ауызашардың 28-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздерге ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі